Тойшыл халықпыз. Уәлима деп айтылады. Той болған жақсы, қуаныш болғаны жақсы дейміз. Тіпті тойға шақырамыз. 2 жас бақытты болсын деп той жасаймыз. Шын мәнінде 2 жастың бақытты болуында той тікелей қатысы жоқ дүние. Той пайғамбарымыздың ары барса саллаллаху сүннетіне ғана барып байланады. Әйтпесе, қалғанның бәрі ел көрсін, атым шықсын, мен бәленен асып түсуім керек, бәленен 100 адам шақырса, мен 150-200 шақыруым керек, әйтеуір не керек, біреуден қалмайын деп жасалатын тойлар. Бұл 2 жастың бақытты болуын алып келе ме? Жоқ, әлбетте бақытты болуын алып келмейді. Қайта дау сол төңіректе шығып, бергендерің дұрыс болмады, немесе бір нәрсені кем тарттың деп жасалады. Пайғамбар саллаллаху Сауда анамызға үйленген кезде, сол Сауда анамыздың дастарханында бір ешкі терісін қойып, сол ешкі терісінің үстінде бір тістейтін нам болмады, сөйтіп той жасады деп айтылған екен. Бірнеше құрма ғана салынды. Ал енді біз кейбір тойларда не жейміз, не қоятынымызды да ұмытып та қалдық. Тіпті тойдан тойға барғымыз келмей, жасыраты жоқ, көп қазақтың бүгінде ақшасы да жетпей қалды.